13 жас аралығындағы кішкентай нәрестелерге арналған чепчик тохужуын көрсетемін сіздерге. Алдынан қараған түрі, аты, жағынан өте әдемі, узоры да керемет. Егер ұнаса, бірге тоқысаңыздар болады. Бірінші рядты оқимыз. Бірінші ряд. Кромочный. Бір оң. Накид. Төрт оң. Үшеуін бірге аламыз. Енді осы жер өші қиын осы. Үшеуін бірге алдық. Төрт оң. Кромочный. Бір оң. Осылай міне 12 петель тоқылды. Ары қарай осылай жалғастырып қайталай береміз. Бір оң. Кромочный. Төрт оң. Төрт оң тоқылды. Енді 3 петель бірге бағаламыз. Үшеуін тоқыдым. Енді төрт оң. 1, 2, 3, 4. Кромочный. Бір оң тоқимыз. Екінші 12 петель тағы тоқылды. Осылай жалғастырып бәрін тоқып шығасыздар. Оң. Кромочный. Екінші рет. Теріс тоқып шығамыз. Жаңа теріс тоқимыз. Кромочный аламыз.
қана өзі жасамаймыз теріс бетіне, тек қана бір қалыпта теріс тоқып шығамыз. Кромочный. Накидканы теріс тоқимыз. Осылай до конца тоқып шығамыз. До конца теріс жақ тоқып, енді үшінші рядты бастаймыз. 1, 2, үшінші ряд. Кромочный. 2 оң, 1, 2, накид. 3 оң, 1, 2, 3. Тағы бірінші 3 петель бірге тоқыған жүрмін. Тағы да үшеуін бірге тоқимыз. Үшеуін бірге тоқимыз. Үшеуін бірге тоқыдық. 3 2, 3. Накид. Оң. 1 оң. Міне 12 петель тоқылды. Тағы да жалғастырамыз. 1 оң. Оң. Міне 2 оң тоқыдым. Накид. Енді 3 оң. 1, 2, 3. Үшеуін қысқартамыз. Накид. 1 оң. Екінші тоқып шықтым. Осылай до конца тоқып шығасыздар. Үшінші қатар бітірдім. Енді төртте тағы да ұзын жасамай бір қалыпта теріс тоқып шығасыздар. Енді бесінші қатар тоқимыз. Кромочный. 1 оң тоқимыз. Накид. Мына жерде убавка жасаймыз. Солға екеуін солға қарай қысқартамыз. Қысқарттық. Накид. 2 оң. 2. Мына жаңағы үшеуі. Осы үшеуін қысқартып өтеміз. Екі оң. Екі оң. Накид. Енді оңға қарай қысқартамыз. Екеуін. 1, 2 оңға қарай қысқартамыз. 2 оң. 1, 2 оң. 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 Оңға қарай қысқартамыз. 2 оң. 1
Енді накид. Мына 12 петель тоқтық. Енді ары қарай жалғастыра береміз. 10 накид. Солға қарай қысқартамыз. Накид. 2 10 тоқимыз. 1 2 үшеуін тоқимыз. Осылай до конца жалғастырып шығасыздар. Осы узормен. 7-ші ряд тоқимыз. Іліп аламыз. 2 10 накид. Қысқартамыз солға. Накид. 1 10 тоқимыз. Үшеуі бізге қысқартамыз. Он тоқимыз. 10 накид. Кейін қысқартамыз 10-ға. Накид. 10-ға тоқимыз. Осылай 12-ні тоқып шығамыз. Сол узор бойынша. Так, 9-ші ряд. 7-ші рядтан кейін 8-ші ряд ол сол жағы бәрін бірге теріс тоқып шығады. Енді 9-ші ряд. 9-ші ряд. Кромочный. 10 тоқимыз. Накид. Солай қысқартамыз петляны. Накид. Және солға қысқартамыз. Накид. Енді 3 петля. 3 петля бірге тоқимыз. Тоқыдық. Накид. Енді 10-ға. 2 петляны қысқартамыз 10-ға. Онға. Накид. Және 10-ға қысқартамыз. Онға. Накид. Міне осымен 12 петля тоқылды. Тағы да жалғастырамыз. 10 тоқимыз. Накид. Солға қысқартамыз 2 петляны. Накид. 2 рет солға 2 рет оңға. Солға қысқартамыз. Накид. И мына 3 петляны тоқимыз.
Ой. Не думает. Мгм. Накид. Енді оңға тоқтаймыз. Екі петляны оңға қысқартамыз. Біреу. Накид. Екіншісін. Екіншісін тоқыдым. Накид. Осылай до конца жалғастырасыздар. 10-ші қатар теріс тоқисыздар. Ол жаққа ұзақ тоқымай, тек теріс қарап тоқып шығасыздар. 11-ші қатар көрсетемін. Тоқып шықтым. Енді 11-ші қатар. Бір қалыпты оң. Ұзақ істемейміз. Он бірінші қатар бәрін оң тоқимыз. 12-ші қатар теріс тоқимыз. Сосын 13-ші қатар көрсетемін. 11-ші қатар тоқып бітірдім. Ұзақ жатыр. Енді 12-ші қатарда негізі теріс тоқу керек. Мына жерде 12. Оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Мына жаққа теріс. Мына жақта теріс болып тұрады. До конца тоқисыздар осылай. 13-ші қатар. 13-ші қатар тоқимыз. Накид. Оң тоқимыз. Накид. Сол жаққа қысқартты. Екіншісі. 1, 2. Енді оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Так, енді екеуі оңға қарап тоқимыз. Біреу. Екеуі. Екеуі. Накид. Накид. Оң тоқимыз. Накид. Оң. Накид. 12 петель аяқталды. Қайтадан. 13-ші қатар бітірдім. Енді 14-ші қатар. 14-ші қатар 14 бір қалыпты теріс тоқып шығамыз. Барлығы теріс. Теріс. Теріс тоқып шығасыздар до конца. 15-ші қатар. 15-ші қатар тоқимыз. 15-ші қатар оң, бірыңғай оң тоқимыз да. 16, 15 бірыңғай оң тоқып шығамыз. Осылай до конца тоқып шығасыздар да. 16, 15 бұл. 15 осылай оң тоқып шығасыздар, 16-ші қатар міне осы жаққа қарап теріс түсу керек та, мына жаққа оң түсу керек. Сонда теріс жағынан оң тоқисыздар. Мына жаққа оң, мына жаққа теріс болады да. Солай до конца екі қатар тоқып шығамыз.
16 қатар 15-ті тоқтым, енді 16. 16-ны теріс жағынан тоқу керек. 16-ны теріс жағынан оң тоқимыз. Теріс жаққа оң тоқимыз. До конца теріс тоқып шығасыздар. Оң тоқып шығасыздар. Оң тоқып шығасыздар до конца. 17 қатар тоқимыз. 17-те 13-ші қатарды қайталаймыз. 17 накид, оң тоқимыз. Кромочный оң. 17-те жаңа 13-ші қатарды қайталаймыз. Іліп аламыз, оң тоқимыз. Накид, оң, накид. Екеуін солға қарап қысқартамыз. Қатарынан екеуін солға қысқартамыз. Так. Оң тоқимыз. Енді наоборот оңға қарап екеуін қысқартамыз. Біреу, екеу. Накид, оң. Накид, оң. Накид, оң. Видите, осылай тоқылады. Осылай до конца жалғастырып шығамыз. Так, 18 бітірді, міне 19. 19-ші қатар. Бірыңғай оң тоқып шығамыз. Тек қана оң тоқимыз. Біркелкі оң болады. Соңына дейін тоқып шығамыз. 20-ші қатар. Оң тоқып шығамыз. 20-ші қатардан теріс қатар ғой. Осыған оң тоқимыз. Осылай теріс до конца тоқып шығасыздар. 20-ші қатар. Теріс қатар, осыған оң тоқимыз. Аяғына дейін оң тоқып шығамыз. Осылай оң тоқып шығамыз. Осымен узорымыз бітті. 20 қатар шықты. 20 қатар тоқыдым. Енді ары қарай керекті ұзындықта барлығы бірыңғай оң болып тоқып шығамын. 9,5 сантиметр керек. Сосын бірыңғай оң болып тоқып шығамын. Вот мен тоқып бітірдім. Так, міне қайда сантиметр шықты. 9 сантиметр шықты. 9 сантиметр шықты. Тоқып. Енді круг жасаймыз. Мен последний оң тоқып шықтым. Енді круг жасаймыз. Қазір мен ортасын екіге бөлемін. Круг жасап. Екеуін қосып тоқып круг жасаймын.
екі жағын қосып көк тоқып бір 2 сантиметр тоқып шығамын. Мен тоқып шықтым. Енді бәрін бөліп маркер қыстырып қойдым. Енді макушкасын жасаймыз. Ол үшін осы бөлінген әр бөліктен 2 петлядан қысқартып кетеміз. Мына ішінде 10, 9 мен 10-ды, 9, 10 әрқайсысын 2-ден бір қатар қысқартамыз. Екінші қатар қысқартпай тоқып шығамыз. Үшінші қатар қысқартамыз. Төртінші қатар қысқартпаймыз. Солай петлялар аяқталғанша тоқып шығамыз. Тоғыз, 10. Осы екі. Маркерді өткіземіз. Екінші бөлікті тоқимыз. Екеу қысқартамыз. Маркерді өткіземіз. Екі петля. Маркер айналдырамыз. Осылай тоқып бір қатар тастаймыз. Бір қатар қысқартамыз, екінші қатар жай тоқып шығамыз, қысқартпай. Үшінші қатар қысқартамыз, төртінші қатар жай тоқып шығамыз. Аяқтадым. Енді бәрін қысқартып жүкті үзіп алдым. Енді бекітеміз. Крючоктың көмегімен осылай тартып аламын. Егер крючоктарыңыз былай сыйса, барлығын бірден тартасаңыздар болады. Мен кішкене қысып тоқып қойдым да, сосын кірмейді, сосын бөлек-бөлек тартып аламын. Или инелеріңіз болса, инемен жасасаңыздар да болады. Инем таппай қалдым. Осылай. Бір петля қалды. Қысып қояйын, тесік болып қалмасын. Болды. Осындай чепчик шықты. Макушкасы. Арқасынан былай. Арқасынан аяқтап ішіне кіргіземін.
Енді қалғанын үсіп тастай саламыз, қырқып тастаймын. Мынандай жіп-жік шықты. Жерін газ қайшымен қырып тастаймын. Енді мына жеріне бауын жасаймын. Қазір оны көрсетемін. Мен чепчикті аяқтадым. 3-6 айлыққа арналған, бөпелерге арналған чепчик. Қазір енді бауын тоқимын. Сонымен етеді. Шнурогын басадым. 4-5 жер алдым. Жұқа. Сондықтан 4-5. Өзіме керекті өлшемге дейін тоқимын. 10 жер қылып. Екеуін кезектестіріп тоқимын. Спицем өте ұзын. Саған қайсыдау. Шнурокты шапкаға бекітіп тоқып жатамын. Кромте. Шапканы бір петля көтеремін. Екеуін қосып тоқимын. Осылай қосып тоқып шығамыз. Соғысын тоқимын. Осымен бітті. Бітірдім. Енді ары қарай шнурға жеткенше тоқып шығамын. Чепчикке уже былай әдемі шықты.
Çocuk. Sonra ayakta aldı.